Армысыздар қымбатты да қадірлі Жиздуха жобасының көрермендері. Бізде 29 сериядан бастап осындай кадр сыртындағы дүниелерді түсіреміз, сіздерге ұсынамыз дедік. Дайынбыз дейді. Қазір ойнап алайық, сөз келеді. Action! Көз күткен. Не алыпсың өздерің неге өзгертпедіңдер ғой? Бэкстейдж ба анау? Ош! Мынау істей ма анауың сонда? Кәдімгі түсіріп атсың ба бэкстейдж? Мына бэкстейдждің басына мына кадрды қойшы, бәрі до конца көреді. Сізге. Қатып қалдық. Жаңағы орындаймыз Сәке, біз дайынбыз. Бабасы сендермен қашып жүреді, дардай басымен. Түсінбейді ғой, түсінбейді, жақсылық түсінбейді ғой. Үй бетін көрмейді. Түсініп атырық қой. Молодец, жанымызда жүрсің ғой арбай. Рахмет. Осыдан ауырып қалайыншы, жауап бересіңдер. Қанат, не істеп отырсыңдар? Машинада не істеп отырсыңдар? Жылынып отырық, не істеп отырсыңдар емес. Суық па? А? Суық па? Сен өзіңді бір түсірсей, сосын көресің, ауырайдың қандай болып тұрған. Әкеш бер. Міне. Сорлы кетсің ғой, жүрші бол. Еба! Бемманы! Қазір съемкада жүрміз, Құдай қаласа кешке босап қалатын жүрміз. Кешке босап қалатын, қазір съемкада жүрміз, Құдай қаласа. Болды, братан. Қанша келіпті, шырақ? Бастай берейін ба? Ассалаумағалейкум, құрметті миллион фандар, жақсы жандар. Дәл қазір Элияның образын ойнап жатырмын. Ойнаймын деп ойнап жатқан жоқпын, побег қашуымыз керек Турцияға. Сол үшін ойнап жатырмын. Онысы да сіздерге миллион фандарға күлкі сыйлайық деп, шамалы қызықтау болсын деп жатырмын. Ой, бай қыздың образы ғой деген артаңа болмай-ақ қойсын, бірақ серия ойнайын. Бай қиын бекен негізі. Қыздың образы негізі қиын екен, менде андай бұндайға жоқ қой, мен бұлай табиғатымда. Мақсат деген түсініп жатырмын. Табиғатта бар болғаннан ойнамайсың ғой, бауырым, ол бершкен. Ол табиғатта бар болғаннан ойнамайсың, табиғатта рөл берілген екен ойнайсың да, оны же. Табиғатта бар болғаннан айжамал ойнап жүрген жоқпыз ғой. Мазыр осы жерде сен ауырайтынды ойламайсың ба, бауырым? Енді осы тұста мен өзім айтқым келіп отыр, енді мысалға бұның түрі андайды арық келеді, шамалы мен түрімді өзі қабылдай алмайды. Менің ойымша да Мазарда бір андайға кеп тұрған секілді, бір орыстың нелер болады ғой, 4-5 бала шағасы бар. Орыстың келіншектері соған кеп тұрған секілді, здоровый да. Сен сонда менімен ұрыспақшысың ба? Мигель! Мигель! ¿Cómo te llamas tú? Miguel. Сондай olsun.
жетіспеді. Осылай өзімнің ойнағанымды тексеріп тұратын әдетім бар. Камераның аты қандай бір адам? Blackmagic деген, біздің Жиздуханның сапасы өте жақсарып жатыр. Өйткені мынандай Blackmagic деген бұл өте сапасы жоғары камера болып тұр. Қанша тұрады мынаның біреуі? Жалпы мынау объективмен бәрімен қанша теңге тұр? 1 миллион. Бізде қазір 3-еуі түсіріп жатыр бұндайдың. Памяти 1 гигабайт бар ма, брат? 1 терабайт. Терабайт ба? Міне көрдіңіздер ме? Сіздер үшін осындай әдемі сапалы камералармен мөп-мөлдір қылып тұрып жатырық қой качествосын. Качествоға жұмыс істеп жатырмыз біз. Качествосын көрермендерді көбейсін де. Негізі қанша мықты камера болсын, түсірген адамға да байланысты деп ойлаймын мен. Қалай олай? Солай ма братан? Айталым көбісі инструмент бірақ маңызды емес дейді. Актер. Болды бұдан. Актер. Сол, міне, мына жақта тағы да таныстырып өтейін. Тағы да 1.600.000 тұр нерде. Одан кейін міне біздің көмекші, аттары көп, бұның қызметтері бар бұл кісілердің. Біз енді біле бермейміз ол нәрселерді. Жаңағыдай, мен енді өздерінен сұрайын, не қызмет атқаратындан. Сіз не қызмет атқарасыз аға бұл түсірілім? Оператор. Сіз? Оператор. Мен крафт тамаққа жауап берем. Тамаққа жауап береді, бірақ 2 күн болды, тамақ ішкен жоқпыз. Сіз? Локация кино түсіретін. Локациялар тауып бересіз, әйелдерді тауып беріп жатыр, короче, бізге. Мынау негізі әдемі қызы неге сұрамайды екен бар. Біздің Аида деген гримші қыз. Сәлем жолдап қойыңыз өзін Жиздухан. Всем привет. Сондай. Анау біздің режиссер кеттік деп жатқанша Самат деген. Сондай режиссер ол кісі. Көрдіңіздер ме? Шетел ғой, шетел. Көрдіңіздер қазір біздің Ерболат Әлқожа ағамыз ойнап жатыр, қараңыз. Біздің Ерболат ағамыз өте тәжірибелі актер, тәжірибесі мол, халыққа танымал. Біздің Жиздуха жобасынан көргенімізге өте қуаныштымыз аға сізді. Әні деп іздетіңіз, аямай келіп жатқаныңыз үлкен рахмет, Алла разы болсын. Кету керек болып тұр ғой. Әйге? Қашығынан айырылған. Қандай жаман. В общем, не айтса болады, керемет съемка болып отыр. Мықты бізді уақыттың бәрі жылжып кетті, короче, бірақ. Нормально. Ерекең бар ғой. Сценарийде де ерексет та. И өмірде де ерексеткен. Тура сол адам ерексет отыр. Сахнадан алып дайындалып отыр, короче. Барып атайын деп тұр, жестко. Чуть барып көріп қайтық па? Ереке атасы па? Болды ма? Кімді? Жаңағыны. Атам біле, жестко атам. Ол мен жауым ғой, ата жауым ғой. Болды, енді сахна құралады ғой, нормально. Ой, ол жері жынды болады, уайымдамаңдар. Действительно, қан гримерді алып тастаңдар. Шутка достар. Оқ бар ма? Шерхан ләж болса келмей қойып көресің сен. Шутка достар. Аиданы неге сұхбатқа шақырмасқа біз ортамызға мақсатымызда. Келе қойыңыз. Аида бер кел, тұр ордыңа. Тұр ерге. Аиданың руы кім болды екен? Дулат. Охо, қарындасыңыз екен. Жоқ, мен үйлерін алып тастайтын шығарсың или кете ма? Жоқ, мен жаурақ қалмасын дедім. Шутка достар. Өте керемет. Біз Ерболат мырзаны сұхбатқа тартсақ қазір
келе қойыңыз Ерболат мырза. Өзіңіздің жобаңызға өзіңіз кішкене мән беріп, кішкене көңіл аударып бэкстейдж түсірсеңіздер. Жаным, Жиздухам, жақсы көремін ғой сіздерді. Бүгін Жиздуха 29. Соңғы бөлім. Құдай қаласа Жиздуха Түркияда түсіретін ойымыз бар. Соған кетейін деп жатырмыз. Құдай қаласа. Бірақ бір қызығы контейнермен кетіп жатыр, Пабекпен. Құдай ақырын берсін. Турцияға құдай қаласа барамыз деп отырмыз. Ниет бар. Кетіп барады. Сол үшін. Бүгін қайтамыз ба? ертең суббота ма? Суббота күні автосан істемес, істемейме? Істемесе понедельник күні қаламыз ғой. Біздің балалар өз мәселелерін айтып кетеді. Кинодан бөлек. Аидан сұхбатқа тартайық. Аида. Жалпы Жиздуха жобасын көресіз ба сіз? Кафеге барайық деген. Авторы мына кісі. TikTok'тан көргенсіз, сондай. Мына кісі қайта ұйықтап қалады деймін оператордың, сол үшін қолмен айтып жатсайын ба? Бұл, короче, бэкстейдж түсіріп жүрген біздің Тоқа деген, Асқарбай Тоқтар деген әлем бойынша депутаттарды да Практика